Баршаңызға қайырлы күн. Дәмі ауызда еритін, сөз жоқ дәмді болып шығатын карамельді пирогтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ал ендеше жасауға кірісейік. Осындай бір ыдысымызға ұнымызды саламыз. Оның үстінде 1 шай қасық қопсытқышымызды салып араластырып аламыз. Холодильникте тұрған салқын сары майымызды салып, осылай ұнмен бірге араластырып, песочный қамыр дайындайтын боламыз. Пирогтың қай затты қанша мөлшерде кеткені мен видеоның астындағы описанияға жазып қоятын боламын. Бір жұмыртқамызды осылай бір ыдысымызға салып, оның үстіне қантымызды салып, венчиктің көмегімен қант ерігенше жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Қанты ерігеннен кейін жаңағы ұнымызға салып, жұмсақ етіп тұрып, пирогымыздың қамырын елеп алатын боламыз. Қамырына артық ештеңе қосудың қажеті жоқ. Осы рецептпен дәл жасасаңыздар, қамырыңыз өте жұмсақ болып еленеді. Бір келке етіп, осылай бастарын қосып елеп алғаннан кейін 15 минутқа біз холодильникке салып қоямыз. Осы аралықта біз ішіне салатын салмасын дайындап аламыз. Варенкамыз бөлме температурасында шығарып қойған дұрыс. 2-3 сағат бұрын бірінші варенканы осылай өзін араластырып аламыз. Іртік болып жүрмес үшін бірінші варенканы осылай кеңес беремін. Осылай істеуге араластырып алғаннан кейін жақсылап бір келке болып қаймағымызды саламыз оның үстіне, және де 2 жұмыртқаны салып, тағы да бір келке етіп жақсылап араластырамыз. Осы кезде бәрі бір келке ешқандай іртік арасында болмайды. Сол үшін бірінші варенканы жақсылап тұрып араластырып алғандарыңыз дұрыс. Одан кейін формаға бір келке етіп жайып шығамыз. 24-тен 26 диаметрге дейін форманың диаметрін қолдансаңыздар болады. Мен мына жерде 25 қылып алдым диаметрін. Осылай бір келке етіп жайып шығамыз, жұқа етіп, шет-шетіне бортиктарын жасап. Бір келке етіп жайып аламыз. Одан кейін вилканың көмегімен осылай астын тесіп шығатын боламыз. Жаңағы салмамызды құйып, 150 градуста 30-40 минут шамасында пісіріп аламыз. Піскен кезде қатты қоймалы жың сұйық болып тұрмауы керек. Біздің пирогымыз қаласаңыздар шет-шетін осылай вилкамен бір келке етіп тегістеп шықсаңыздар болады. Сол кезде әдемі көрінетін болады негізі біздің пирогымыз. Сол үшін де мен әрдайым осылай вилкамен бір тегістеп шығатын боламын. Міне пісіп шықты, қатты сұйық болып тұрмау керек осылай қозғалтқан кезде. Дұрыстап қатайғаны дұрыс. Міне пирог өте дәмді болып шығады. Осылай міндетті түрде жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар.